достар, барлығыңа ассалаумағалейкум. Бүгін біздің 69-шы кезекті сабағымыз. Бүгін біз черно-белый немесе қара ақ түсті эффекттің басқа да түрлерін, трюктарын өткенде бір-екі жігіттер жіберіп жатқан еді. Соның қалай жасалу жолдарын, сіздерге жалпы черно-белый эффекттің түрлі бір 1-2, 5-6 жолдарын, 1-2 әдістерін көрсетемін. Мінекей осы таңдап алған фотом осы. Бірінші фото бұл разминка есебінде. Қазір сіздерге бірінші оңай бір қарапайым тәсілден бастаймын, ары қарап сіздерге барынша күрделі, барынша қызықты қылып үйрете береміз. Окей, сонымен ары қарап FX-ке кіреміз. FX-те мінекей черно-белый деген бар. Мына жерден резоска еш нәрсені таңдамайсыздар. Жай ғана черно-белый, ЧБ деп тұрады. Іздесеңіздер, мінекей таптық, ЧБ деп тұрады, черно-белый. Осы жерде мінекей RHB, яғни сіздердің фотоңыздың несіне қарап осы біреуін таңдап аласыздар. Мінекей мына жерде G нормальный шығып тұр. Оны ешқайсысын таңдамайсыздар. Стандарт или G таңдайсыздар. Қазір бізде стандарт ала салайық. Мінекей аламыз. Енді жоғарыдағы өшіргіш. Бұл жерде өшіргіш пен инь-ян белгісінің рөлі өте көп. Мінекей сіздерге жай ғана қара ақ түсті эффектпен қандай суреттер жасауға болатынын сіздерге көрсетемін. Мінекей бір бетін осылай бояп, бір бетін қараңғы қылып қоятын эффект бар. Енді бұл өте көп. Дәл қазір бетінің жартысын қара қылып қоя салайын. Окей. Сол кезде мінекей көзге бір түрлі эффект болып шығады. Көрдіңіздер, бір жағы басқа адам, бір жағы басқа адам сияқты көрінеді. Бәрібір бір жағы черно-белый болғасын мінекей көріп жатсыздар. Окей, мінекей жақындатып көрсеткендегі көріп тұрсыздар. Бір жағы не? Енді толық өшіріп тастасаңыздар да мінекей дәл осылай толық бояйды. Қазір мен мінекей осы жерде өшіргіштің барынша твердості, бұл жерде бір прикол. Бұл жерде твердості қою қылып тастайсыздар. До конца апарып тастайсыздар. Мінекей осылай бояудыңыз кистіңіз сияқты осылай да бояп тастасаңыздар болады. Бір жер черный, бір жер белый. Енді барынша сіздердің суреттеріңіз, егер суреттеріңіз качественный түссе, бұл өте әдемі түсетін эффект шыны керек. Бұны қолдансаңыздар. Қарапайым былай эффект анау-мынау бір керемет нәрселер қолданбай-ақ, мінекей көрдіңіздер, қандай нәрселер шығаруға болатын. Енді қазір біздер бетін ғана бояп тастайық. Мінекей қазір бетін ғана бояп ала салайын мен. Окей, тек қана беті, яғни бетін, қолын ғана өшіріп тастаймыз. Қазір көрдіңіздер, қазірдің өзі басқаша болып тұр. Мінекей инь-ян белгісі көріп тұрса, стрейттің қасындағы 4 бұрышы ең соңында мінекей сол жақтан санағанда, то есть оң жақтан санағанда бірінші тұр, сол екінші тұр, то есть сол главный рөл. Соны бассаңыздар, ары-бері ауысып отырады. Мінекей мен бастым. Мінекей көрдіңіздер, киімі ғана адамның өзі ғана светлый, қалған жерлері простой болса қандай болады екен көрдіңіздер. Мінекей бұл жай ғана разминка, барынша сабақты түсіндіріп алдым. Енді әрмен қарай біздің сабақ басқа да түрлерін. Окей, мінекей енді келесі біздің фото, осы фотоны таңдап алған болатын. Мінекей барынша светлый фотоны таңдай беріңіздер, себебі маған инстаграмда осы қыздың суреті шықты, ала салдым. Окей, мінекей твердості азайтамыз, размерді көтереміз. Енді бұл жерде твердость азаяды. Мінекей астың жағынан жайлап, егер разноцветный болса, қазір осы жерде өте әдемі шығады. Мінекей осыны басқан кезде ауысады. Мінекей қазір аяқ жағының бәрін неғылайық. Тура бір аяқ жақтан жоғары қарап бір мұз қатып жатқан сияқты, немесе жансызданып бара жатқан сияқты болып көрінеді. Мінекей көріп жатсыздар, қазір инь-ян белгісін басқан кезде өте қызықты эффект пайда болады. Мінекей қазір көресіздер, қолымның жартысын ғана не қылсаңыздар, қазір инь-ян белгісін бастым. Окей, көрдіңіздер, бас жағына мән беріңіздер, қалай өзгеріп жатқан, аяқ жағына түсірді. Мінекей көрдіңіздер, басына до конца қолының жартысын ғана черно-белый қылып қойсаңыздар, керемет, тура бір мұздап бара жатқан сияқты болады. Тура мұздап немесе цемент болып қатып бара жатқан сияқты болады. Мінекей бұған эффекттер берсеңіздер болады. Енді бұның да бетін өшіріп тастап көрейік. Қазір бетін өшіреміз. Тек қана бетін черно-белый қылып қойсаңыздар да, бұл шынында да дұрыстап жақсылап істеген адамға өте керемет эффекттер бұл. Жай ғана бір черно-белый эффектпен осындай нәрселер жасауға болады деп көрсетіп жатқан бүгін сіздерге. Аса қатты бір керемет фотошоп істейін деп емес, біреулер үшін іздеп жүрген нәрсе шығар, көрсетіп салайын. Мінекей бұл біздің екінші этабымыз. Қазір қолымда өшіре салайын. Окей, ана жер не болып қалды, бояғыштарды ауыстырып, өшіргіштерді ауыстырып отырасыздар. Мінекей қазір барлық жер болды. Енді жоғарыдағы өшіргішті аламыз. Қазір инь-ян белгісін басамыз. Көрдіңіздер, тек қана беті черно-белый, қалған жердің бәрі светлый болды. Енді елестетіңіздер, үстіңізге қызыл басқа бір светлый нәрсе киіп аласыздар. Енді осы жерден инструменттен насыщаемся деген болады. Насыщаемся или мен дұрыс айтпай жатырмын. Соны көтересіздер, сол кезде түстің одан бетер қоюлығын береді. Мінекей яркость, контраст дұрыстайсыздар.
Неге көрдіңіздер, тура бір беті зомбидің беті сияқты болып қалды. Жансыз бет сияқты. Енді бұл да бір эффект қарап тұрсақ, аса қатты қиын емес, бірақ әдемі эффект. Бұны әдемілеп сіздер істесеңіздер, шынында да керемет шығады. Енді бұл келесі түрі өткенде бізге жіберген болатын футболды. Бір адам ғана черно-белый, қалғандар светлый. Қазір сіздерге осының бір-екі түрін көрсетемін. Окей, черно-белый, мінекей тура түсетін таңдайсыздар. Стандарт, BH стандарт. H таңдаймыз. Мінекей жоғарыдағы өшіргіш. Иньянды қайтып бояп аламыз. Мінекей мысалға мынадан ба қазір осыны ғана бояйық. Мінекей осыны ғана черно-белый қылайық. Мінекей. Окей. Әрмен қарай черно-белый қылу эстафетасы жалғаса береді. Көрдіңіздер, қолын барлығын черно-белый қыла бересіздер. Жақсылап бояңыздар. Егер шығып кетіп отырсаңыздар, оны кейіннен дұрыстай саласыздар. Сағат қиындығы ешқандай қиындығы жоқ бұл фотошоптың үстін барлығын. Яғни ақ қара түсті жерлерін бояудың қажет жоқ, бірақ светлый жерлерін бояңыздар міндетті түрде. Мінекей осылай істесеңіздер болады. Иньянды басқан кезде мінекей мынау ғана светлый, мынауға простой, қалғандары светлый. Осылай істейсіздер. Яғни арасында главный енді сіздер топпен, балдармен или қыздармен түскен кезде барлық қыздар черно-белый қылып, өзіңізді ғана светлый қылып қойсаңыздар, бірден көзге түсесіздер. Немесе барлығын черно-белый размытие қылып қойып, өзіңізді светлый қылып қойсаңыздар, тоже керемет эффект береді. Мінекей мысалға алыстағы бір адамды алайық, мінекей осыны алып көрсетейін. Мінекей осыны ғана бояймыз. Қателеспесем, Атлетико болу керек. Атлетико Реалдың ойынынан алынған фото бұл. Білмеймін, іздеп ала салдым, шыны керек аса қатты футболға қызықпағасын. Мінекей бояп болдық. Мінекей осыны басқаныңызда көрдіңіздер, қандай керемет эффект. Анау ғана светлый, қалған бәрі простой. Сіздер енді елестетіңіздер, өзіңіздің осындай топпен түскен фотоларыңызды дәл осылай істесеңіздер, қалай көзге бірден түсетін. Мінекей көрдіңіздер. Енді бұл бірінші түрі, бұл енді көрдіңіздер. Енді осылай істесек те болады. Ненің залдың тең жартысын простой қыламыз қазір. Тең жартысын светлый. Бұл кезде өшіргіштің твердысын толық қойып қойсыздар 100%-ға. Бұл кезде мягкий болмау керек, твердый болу керек. Көрдіңіздер, мінекей 100%-ға көтересіздер. Сол кезде 100% мына бетін, 100% мінекей дәл ортасынан дәл осылай бөлесіздер. Енді көрдіңіздер, қазір сіздерге бір әдемі эффекттер көрсетемін. FX-ке кіреміз. Бұны одан ары қарап өңдесеңіздер, тура бір мына бетіне 1960 жыл деп, мына бетіне 2017 жыл деп жазып қойсаңыздар. Немесе 1980, 1917 деп па, білмеймін. Мына бетіне басқа дата жазып қойсаңыздар, керемет болады. Қазір сіздерге көрсетейін жақындатып. Мінекей мына жерден келетін эффекттер көрдіңіздер. Мынау бұрынғы фотоаппараттың эффекті сияқты болды. Сумерки көрдіңіздер. Мынау 1960-80 жылдардағы кім? Реал мен Атлетиконың ойыны, ал мынау 2017 жылғы Атлетиконың ойыны. Мынау ерте замандағы Атлетико мен Реалдың ойыны болса, мынау қазіргі кездегі ойыны деген осындай да приколдар болады. Мінекей көрдіңіздер. Дәл осылай бір недегі кей фотошоптарды осылай да жасай береді. Мінекей дәл осылай сіздер өздеріңіз істесеңіздер де болады. Мінекей бақшаға барып, бақша жап-жасыл болады, білесіздер. Соны істесеңіздер болады. Мінекей достар, осымен біздің сабақ соңына жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Пайдам тисе қуанышымыз. Бір нәрсе үйренсеңіздер, лайк басып білдіріңіздер. Сіздермен болған мен Нико Про. Сау, саламатта болыңыздар. You know what? We're gonna do a party tonight. We're gonna do it big. I'm the big baby. Yeah.